Абай атамыз айтады: адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұ дүниенің рахатын қайда екенін білмей, бір-бірін аңдып, бір-біріне мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор еткізіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды, дейді. Бір кеудеде екі жүрек болмайды, бір көңілде екі сезім болмайды, ал бір адамда екі жүзділік неден болады? Адам жаны тас емес, ауыр сөздер батады. Ештеңе болмағандай жүре беруі мүмкін, бірақ естіген ауыр сөздерді жан дүниесін қайта жібіместей дәрежеде тасқа айналдырып тастауы мүмкін. Алыста жүрсе кісінескен ағайын, жақында жүрсе тістескен ағайын. Ағайын жатта болса көзге тәуір, өкпем жоқ, кеудемдегі бәрі бауыр. Жауымның дәлдеп атқан найзасынан досымның саусағымен шерткен ауыр. Адамдардың ең нашары біреуге басқаша, екіншіге мүлдем басқаша көрінетін екі жүзді адам. Өмір бір сәт өтеді де кетеді, біреу сынап, біреу күлкі етеді. Көңілдерге жылу төгіп жүрейік, қатыгездік онсыз да көп жетеді. Өмірде әр адамға түрлі сынақтар келеді. Сол сынаққа сынып кетпей сабыр ет. Алла өзі бәрін реттеп береді. Жаныңда кімдер жүргенін де жақсылап түсіндіреді. Ешкімнің қолындағы қызметін қызғанба. Алланың одан не алғанын білмейсің. Басыңа келген ешбір қиыншылық үшін күрсінбе. Алланың саған не дайындап қойғанын білмейсің. Әрдайым шүкір деп айт. Бірде бір дана қарттан сұрапты: өмір деген не? Сонда қарт: өмір әлі ешкім қателіксіз шешіп көрмеген тапсырма, деп жауап беріпті. Бәрі де қателеседі, бәрі де кешірімге лайықты. Адам таңдап бой көтерме, аспанды емес жердесің. Басқалардан кейінмін деме, Аллах азап бермесін. Сұлу, ақылды, бай, күшті бол, бәрі бір пендесің. Топырақтан жаралған, топыраққа айналушы нәрсесің. Бар ма бер, жоқ па ол үшін дұға ет. Көтерілсе қуан, құласа көтеріп жібер. Бұл жалған өмірде тек қана жасаған жақсылығың қалады. Ешқашан ешкімге қандай күйде қиналып жүргеніңді білдіртпе. Қиналсаң да күлімде, шалынсаң да құлама, өйткені қол беріп көтеретіндерден гөрі үстіңнен таптап табалайтындар қаншама. Өмір солай мұңайып жылытады, биікке әкеліп қайтадан құлатады. Шаршадым деп өмірге сын айтпаңыз, өмір ғой қайта көктеп бүр атады. Шыдамды бол, сынақты көтере біл. Шыдамдыны Алла да ұнатады. Білесің ғой себелеген жауыннан соң бұлт келіп қайтадан күн атады. Өмірде ең оңай және ең қиын нәрсе ол қателіктер. Басқалар жібергенде жазғыру оңай, ал өзіміздікін мойындау өте қиын. Өмір жіңішке жіп сияқты, қашан үзіліп кетерін ешкім білмейді. Сондықтан да әр күніңде өмір сүре біл. Малыңның жоқтығын ағайының білдіреді, қадіріңнің жоқтығын қатының білдіреді. Байлауы жоқ шешеннен үндемеген ес тартық. Бәйге алмаған жүйріктен белі жуан бес тартық. Түссе де өмір беделім, оған шыдаймын, көнемін. Өмірдің сынағы осы деп өзімді жұбатып келемін. Сынақтан сынбай-ақ келемін. Әлі алда сынақ көп білемін. Жаратқан мейірімін бөлер деп өзімді жұбатып келемін. 5 күндік жалған мына өмірде бір дем болады, соңғы болатын.
Кешірім сұралса да естілген ауыр сөздер жүректің түбінде қалады. Адамды сыйлау ол өз қалауыңыз, ал адамға құрметпен қарау сіздің тәрбиеңізді көрсетеді. Бастаған әрбір ісіңді қолыңнан келмес дегізбе. Қайығыңды игере алсаң, бағынар үлкен теңізде. Bir әзіл болады, жылап қалатын, бір адам болады, сынап қалатын. 5 күндік жалған фәни өмірде бір уақыт болады, дос қылатын, бір дос болады, қас қылатын. Адамдар шынайы жүздерін сізден қалаған нәрсесін ала алмаған кезде көрсетеді. Адамның көңіліне қарап сөйлеу үлкен имандылықтың белгісі. Қолыңда барда адамсың, қолыңда жоқта жамансың. Қолыңнан келмей қалғанда шашылып қалған сабансың. Денсаулық болса амансың, бәріне бірдей жағарсың. Денсаулық сенен кеткенде ешкімсіз жалғыз қаларсың. Жақ ашпай үндемеуім тектілігім. Негізі айтылған әр сөзге жауабым бар. Бірақ әуелі сөзді тыңдаймын. Татымды сөз бе деп, содан соң сөз иесіне қараймын, адам ба деп. Тағдырға амалсыздан бағынасың, кейде рас барлығынан жалығасың. Бауыр бүтін бас аман болғанымен, кездер көп бір елесті сағынатын. Ашулы кезіңде жауап қайтарма, себебі адамға ауыр тиюі мүмкін. Қуанышты кезіңде уәде берме, орындай алмасаң сенімінен шығасың. Ренжіген кезіңде шешім қабылдама, артынан өкініп қалуың мүмкін. Бұл өмірде түсінгенім, жақсылықты түсінбейтін адамдар да бар екен. Жақсы болсаң да жамандайтын да адамдар бар екен. Бар болса да бере алмайтын адамдар да бар екен. Бұл өмір жалған болса да мәңгілік жүретіндей адамдар да бар екен. Тағдырға амалсыздан бағынасың, кейде рас барлығынан жалығасың. Бауыр бүтін бас аман болғанымен, кездер көп бір елесті сағынатын. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.